23 наурыз күні Елбасы кітапханасында Назарбаев сәткерлік мектептері оқушылары STEM ғылыми жобасы байқауына қатысушылармен кездесу өтті. Аталған кездесу Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналып, 6 наурыз кездесулері шарасы аясында ұйымдастырылды. Елбасы кітапханасы және Назарбаев сәткерлік мектептерінің бірлескен кездесу шарасына Назарбаев сәткерлік мектептері мен республиканың жалпы білім беру мектептерінің барлығы 180 оқушысы, ғылыми жарыстар жеңімпаздары, сондай-ақ Назарбаев университеті, Ұлыбритания, Германия, Оңтүстік Корея, Ресей Федерациясының ғалымдары қатысты. Кездесуге келген оқушы жастар кітапхананың әлемді өзгертетін идеялар әлеуметтік жобасы аясында интерактивті білім беру кешені бойынша оқыту курсынан өтті. Елбасы кітапханасындағы интерактивті кешендер контенті Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының идеялары мен бастамаларын, егеменді елімізді дамыту мен қалыптастырудағы елбасы рөлі, тәуелсіз Қазақстан тарихын кеңірек танытуға арналған. Шара барысында үздік ғылыми жұмыстардың авторлары өз жобаларымен таныстырды. Сонымен қатар кездесуге жиналған талантты жастар кітапхананың экспозициялық көрме залына экскурсия жасады және елбасы туралы деректі фильмді тамашалады. Я занимаюсь научным проектом. Жас зерттеушілердің сөзінше, олардың ойлап тапқан жобаларын қоғамның пайдасы үшін бүгіннен бастап іске асыруға болады. Менің жобам күн электр станциясының эксперименттік моделі. Жобаның мәні энергия мен оған жұмсалатын қаражатты үнемдеуге және көбірек электр қуатын өндіруге мүмкіндік береді. Плюс вырабатывать больше мощности. Қарағанды қаласындағы Назарбаев сәткерлік мектебінің оқушысы Максим Аметқұлов бауырды қорғайтын және құрт ауруынан емдейтін дәрілік затты ойлап тапқан. Сондай-ақ Қарағанды қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев сәткерлік мектебінің оқушылары Элина Смағұлова мен Ольга Шитулина күйікті залалсыздандыратын дәрілік затты зертханада жасап шығарған. Олар жасыл жусаннан жасалатын эфир майынан дәрілік заттың қасиеттерін анықтап, осы дәрілік сұйықтықты кеміргіштерге қолданып, оның оң нәтижесіне көз жеткізген. Шара соңында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, Елбасының кітапханасы мемлекеттік мекемесі және Назарбаев сәткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.